Өмір қандай керемет, хикаят. Мен ата-анамды бауырымды жақсы көрем. Інімнің қылықтарына сүйсінем, оның көңілі пәк. Ол менің қанатсыз періштем, досым. Есептің кесірі. Сақылдаған сарая сүйегімізге дейін жетті. Сарая сүйегімді шымырлатып бара жатса да, бар ойым інімді тоңдырмау. Бір сәттік атақ құмарлыққа бола Құдайдың екі құлы айдалада арам өліп қалады-ау. Соның бәріне өзімді сөккеннен басқа шарам бар ма? Інім қолымды ұстамай-ақ қойшы деп айғайлады. Мен естісем де естімегендей болдым. Өз қолымды да аяз шымшылап, өзінің өткір тістерімен жанымды мұрнымның ұшына келді. Алайда бар күшімді жиып, інімнің қолын қысып алдым. Біздің қолғаптарымыз бірдей еді. Айша әжемнің тоқып берген екі егізде аппақ түбіт қолғаптарымыз қолымызда. Бірақ қанша сапалы зат болғанымен қатты қиналғанда бәрін де ұмытады екенсің. Інімнің тоңғанынан бақырып жылаған дауысы құлағыма келеді. Түріне қарасам жылап тұрмаған сияқты, білмеймін әлде гуілдеп тұрған аязды бораннан дұрыс көре алмадым бекен. Інім екеуміз мектепке бару үшін қатты қиналатын едік. Мектеп көрші ауылда болатын. Біздің ауылдан 14 шақырым қашықта орналасқан. Анамның да әкемнің де жібергісі жоқтын. Кешке таман анам, ертең мектептеріңе бармай-ақ қойсаңдар қайтеді деп еді маған. Мен жарайды деген ишарат білдірдім. Бармаушы едім-ау. Батырхан ағайымыз математикадан логикалық есеп берген еді. Ең ақырғы есеп жұмыртқаның санын табу керек болатын. Қайтар жолда інім екеуміз сол есеп жайды әңгімелесіп келдік. Бастапқыда қанша тырыссам да есептің мәнісін түсінбей қойған едім. Дәл үйге жете бергенімізде есептің жауабын тапқанымызды көрмеймісің. Қуанғанымнан айғайлап жібердім. Жауабын ініме айтып едім, ол да қуанып кетті, білем, екеуміз құшақтаса кеттік. Енді түннің тезірек өтіп, таңның атуын тағатсыздана күттік. Дұрыс жауапты ағайымызға жеткізгенше асықпыз. Балалық албырт сезім тулап түні бойы дөңбекшіп ұйықтамай шығып едім. Сөйдіп таңды атырдым. Түнде бір тұрғанымда анам сабаққа бармайсыңдар деп бұйыра сөйледі. Содан көңілімнің қалай құлазығанын білсеңіз, қап жақын маңда тұратын балалар барса, есептің жауабын бізден бұрын айтатын болдау, қарап тұрмай бір бестіктен айырылып қалатын болдым-ау деп өкіндім. Бірақ ойыма келгенді шындыққа айналдырмайынша мен қоям ба? Ата-анама байқатпай інімді оятып киіндіріп алдым да далаға қарай бет алдық. Боран гулеп тұр екен. Ештеңе етпес, біз мектептен шыққанша басылар дедім де қойдым. Орта жолға жеткенде өкініштен өзегім өртенді. Балалық қиялмен, ақмақтықпен жалғыз інімнен айырылып қалуым мүмкін-ау. Суық өңменімізден өтіп барады. Ата-анамызға жазып кеткен хатымызда біз сабақтан шыққанша боран басылар, уайымдамаңыздаршы деп ескерткен едім. Мен білсем қазір анам сол хатты оқып уайымдап жатыр. Ал біз болсақ мектепке әлі жете алмай келеміз. Қарасы да көрінбейді. Суықтан білмей қалдым бекен, күнде мектепке жартақ сағатта жетуші едік, бүгін одан екесе артық уақыт өтіп кеткен сияқты ма қалай? Ойыма жаман ойлар келе бастады. Ініміз екеуміз жалғызбыз, жапан түзде, далада, маңайда тірі жан жоқ. Өз-өзімді сөгіп келем, неге ғана анамның айтқанын тыңдап үйде қалмадым екен? Есептің жауабын ағайға айтып, бес алуға деген антықтығымды да ұмытқан сияқтымын. Бар ойым тек осы бір айдалада, ен далада жалғыз қалып қоймасақ екен. Жүрегіміз соғып, тыныс алып қайта жүреміз. Бірақ біреулер үшін бақытқа, шаттыққа толы осы бір сәт біз үшін соңғы сағаттар болуы да ғажап емес-ау. Бізді құтқарар жан бар ма екен? Менің үрейімді сейілтіп, аман есен туған ұямызға анамыз бен әкеміздің қолына табыстайтын адам бар ма? Құдай-ау, бір өзің жар бола көр, мына бейкүнә інімнің өмірі бір өзіңе аманат. Бұл сөздерді дауыстап та ішімнен де бірнеше рет айттым. Есімнен ауыса бастағандайым. Бетім құрысып бара жатқан сияқты. Неге өйтті екен? Түсіндім. Мен жылаған сияқтымын. Көзімнен жас шығып, сол көз жасым аязға мұз қатып қалған болу керек. Бірақ қазір бар есіл дертім мына түпсіз түнектен шығатын бір саңылау табу. Тас қараңғы бөлмеде жалғыз қалған адамдай доптай інім екеуміз соққан боранның екпінімен әлдеқайда ұшып бара жатқандаймыз. Анандайдан ту сыртымыздан көрген жан бізді қаңбақ деп ойлап қалар еді. Мен өзім үшін жалынуды ұмыттым, інімді аман алып шығу бар ойым осы. Құдіреті күшті Құдайым, енді не болар екен? Бар үмітім тек өзіңнің құдіретіңде. Менің қонақ жайлығым. Ермек ағайымыз бораннан аман алып шықса да інімнің үсіп кеткен оң жақ беті менің сол жақ қолымнан сұқ саусағы әлі жазылмады.
Інімді оң қолыммен жетектеп жүргенім ғой. Содан негізі екі қол бір-біріне жанасқан соң жылуы сақталып қалған болу керек. Физика пәнінен үйкеліс күші деген тақырыпты өткенде меңгеріп алған білімімді енді іс жүзінде де тексерген сыңайлымын. Сабаққа деген құштарлығым сонша, мектептен тыс өмірімді де өткен тақырыптармен, мектепке айтылған пікірлермен байланыстыра жүретінмін. Осы оқиғадан кейін анам сөгіп, көп ұрсатын болдау деп қанша қорықтым. Жоқ, анам ұрыспады. Анам маған ең сорақы жазаны қолданды, менімен сөйлеспей қойды. Содан бері бәрін анам айтқызбай істеймін. Ыдысты да жуып, үйді де жинақтап қоям. Бұрындар мұндай іспен айналыссам, анам жер-көкке сыйғызбай бір апта мақтайтын. Қазір олай емес. Бірақ мен бәрінен бұрын тілегімнің орындалғанына қуандым. Інімді бораннан аман алып қалдым. Ермек аға да мені мақтаған болатын. Нағыз бауырлар сондай болу керек, бірі үшін бірі жанын беруге дайын болу керек деді. Оған өмір бойы разы болып өтем. Інім екеуміздің жер басып, тірі жүруімізге себепкер болған Құдайдың жіберген періштесі екен ол. Анамның айтқаны қанша жерден дұрыс болғанымен біз мектепті сағындық. Ойланбай істеген ақмақтығым үшін 3 ай жазамды өтедім. Анам бізді мектепке жібермеді. Жер жылынып күн шыққан соң әкем бізді өз апарып тастап, өз алып келетін болды. Мен соның өзіне шүкіршілік айттым. 3 ай бойы балалар қазір не істеп жүр екен, қандай қызықты сабақтар өтті екен деп, бойымды бір жағынан қызғаныш, бір жағынан өкініш билейді. Өзімді сөге бердім. Бірақ мектептен бұрын бір адамды сағынған сияқтымын. Ол Алма, менің мектептегі ең жақын құрбым. Екеуміз бір-бірімізді іштей түсінетін едік. Ол көрші ауылда, мектебі бар ауылда тұратын, әр күн сайын екеуміздің арамызда 4-5 шақырым жер бөліп жатушы еді. Бір күні Алма біздің үйге қонаққа келді. Қырсыққанда сол күні үйде қонақ болатын. Негізі мен үйге қонақ келгенін ұнатам, бірақ тек қара қыз емес. Шындығында ол менің бөлем, шын есімі Гүлсім. Өзінің беті күнге күйіп кеткен, қап-қара болғандықтан бәрі оны қара қыз дейтін. Қара қыз өте мазаң, біртүрлі сүйкімсіз қыз еді. Алма екеумізге маза бермейді. Міне Алманы ең алғаш қонақ қылуым осындай сәтсіздікпен аяқталған. Алма кеткен соң қара қызға қатты шамдан ұрысқым келді. Оның менен 3 жас үлкендігі бар еді, бірақ кішкентай қыз сияқты ыржыңдап күле беретін. Оның әке-шешесі саудамен айналысады, көбінде тауар алуға сапарларға шығып кетеді де, ол біздің үйде қалатын. Келген сайын менің жыным құрысады. Анам үнемі сендер туыссыңдар ғой, олай етпе, ұят болады деп ескертетін. Ал осы жолы мен шындап ашуландым. Қара қыз деп бастадым сөзімді нәзік үнмен. Сен жаңа өзіңнің не білдіргеніңді білесің бе? Қара қыз әдетінше маған көзінің қиығымен қарап қойды да, әркетіш мазамды алмай деп, немқұрайлы жауап қайырды. Мен терең тыныс алдым. Егер дәл сол сәтте анам келіп қалмағанда шашын жұлып қолына берудің азақ алдында тұрған едім. Бірақ анамның сөзінен кейін жібіп сала бердім. Өзімнің бақытты күндерім қайта оралғандай, тап бір осы уақытқа дейін қараңғы қапаста, үңгірде жалғыз қалғандай, енді сол қараңғыдан күн сәулесі нұрлана төгілген кең далаға шыққандай сезімде болдым. Қызым, мен қайтқан бір кісінің қырқына барып келейін. Бейшара Күләш, анасы қайтты ғой, оңай ма? Мен келгенше капуста турап әзірлей берші. Үлгерсең үй ішін жинап қой. Бүгін Гүлсімнің ата-анасы келуі тиіс. Қара қыз анамның сөзін құлағына да ілмей, інімнің әліппесін ақтарып отыра берді. Егер бұл күндегі жағдай болмағанда мен анама, мама, ол Гүлсім емес, қара қыз деп күліп бөлмеден шығып кеткен болар едім. Себебі анам оны ешқашан қара қыз деп атамайтын, әрқашан өз атымен атайтын. Ал бүгін өйте алмаймын ғой, себебі анамның 3 айдан кейін маған мейірленіп сөйлеген осы еді. Негізі менің анам кекшіл адам емес, ол әрқашан кешірімді болатын. Бірақ мен осы жолы шынымен ойланбастан қателік істедім. Сол қателіктің кесірінен інім екеуміздің бірдей опат болуымыз мүмкін еді. Бәлкім анам осыны түсінуім үшін мені осылайша жазалаған болар. Қайткенмен мен мұны әлде қашан түсініп қойғам. Әрине, мама, сіз асықпай барып келіңіз, мен қазір суып істеймін. Қара қыз маған үй жинауға көмектесер деп анамды есіктің алдына дейін шығарып салдым. Жарайды, онда мен де алаңдамай бара беретін болдым. Балам далада ойнап жүр, күн желдетіп барады. Шамалдан соң үйге кіргізіп, түстен қалған тамақты ысытып бер. Қарны ашқан шығар деп анам есіктің алдында тұрып, маған тапсырмаларын дізіп беріп тұрды. Есікті енді ашпақ болып тұрып, қайтадан артына бұрылып маған тағы тіл қатты. Айтпақшы, пеш шағам деп бірдеңені бүлдіріп алма. Әзір үй жылы ғой, әкең келген соң жағар. Түсіндім, мама, дедім де күндегі әдетімше сөйлеп. Ал онда мен кеттім деп анам ақыры үйден шықты. Қара қыздың қылығы-ай.
Анам үйден шыққан соң бірден ас үйге кіріп тамаққа керектілерді дайындауға ыңғайлана бастадым. Бір кезде ойыма бірдеңе түсті. Осы қара қыз неге біздің үйге келіп алып рахаттанып отырады? Не тигізіп жатқан пайдасы жоқ? Тым құрғанда үй жинап көмектеспей ме деп бір ойланып әрі қарай жұмысымды жалғастыра бердім. Кенет оның қасына жақындадым да: «Қара қыз, мен тамақ дайындаймын, ал сен үйді жинай бересің бе? Мен үлгермейтін шығармын» дедім. «Қалқам, әр барш» деді ол сабырлы үнмен. Мен осы жолы шынымен ашуландым. «Ей!» деп айғайлап жібердім. Ашуланғаным сонша. «Сен өзің не деген адамсың? Жаңа сен үшін құрбыммен де жөнді уақыт өткізе алмадым. Самал анау қайда? Самал су бар ма? Самал менімен бірге дүкенге барып келші деп кет десем де кетпей мазамды алдың. Ал енді әкеңнің үйіне келгенде шалқайып отырған түрің мынау. Ең болмаса бірдеңе істеп көмектеспейсің бе? Осы сенің шешең біздің үйге келгенде: «Ой, менің қара қызым үй шаруасына керемет, үйде бәрін істейді» деп әлдеқандай қылушы еді ғой. «Қане, сондай екенің» дедім дауысымды көтеріп. «Иә, енді сенің үйіңе келіп, сенің үйіңді жинайын ба? Кетші әрі». Солай ма? Ендеше кет көзіме көрінбей. Сендей туыстың болғаннан туыссыз қалғаным артық, әбден ашуланған болуым керек. Кетпейм. Бұл менің тәтемнің үйі. Маған қалуға рұқсат берді ғой, ал сенен ақыл айтуды ешкім сұраған жоқ. Кет дедім мен саған. Мына жерде отырып алып, бар ойымды бөлесің. Кет дегенде ит те кетеді. Ит құрлы ақылыңның болмағаны ғой деп, қолымды бүйірме қойып теріс айналдым. Негізі, соңғы айтқан сөздерім үшін өзімді ұялдым. Неде болса олай демеуім керек еді. Қара қыздың көзінен жас ағайын деп тұрған, ол маған аянышты болып көрінді. Одан кешірім сұрайын деп оқталдым да тыйылып қалдым. Өлімнен ұят күшті деген ғой. Содан кейін не істесең соны істеші деп қолымды бір сілтедім де шаруама қайта кірістім. Етті пісіріп болып, көкөністерді турағанымша қара қыздың үні шықпады. Далаға шығып інімді үйге алып келіп, тамағын беріп жатқанымда ғана оның 4 үйді қыбырлап жүргенін естіп, босағадан ақырын сығалап қарасам, сене алар емеспін. Қара қыз үй жинап жүр. Сыпырғышты алып, кілемнің үстін сыпырайын деп жатыр екен. Мен дереу қасына жүгіріп бардым. «Жоқ, қара қыз керек емес, сен отыра бер, мен қазір өзім жинайым» деп жүзіне қарасам, көзі ісіп кетіпті. Менің сөздеріме қатты ренжіп, жылаған болу керек. Ол маған назар аударғанда жоқ, сыпыруға кірісті. «Қара қыз, маған ренжіп қалдың ба?» Қара қыз кілт тоқтатты, маған көзінің астымен бір қарап, қоңыр ғана үнімен: «Былай тұрш, сыпырайын» деді. Ашумен айтқан сөздерім оны осыншама өзгертер деп ойламап едім. Туған ауыл тынысы. Ауылымыз басқа ауылдарға қарағанда аудан орталығынан әлде қайда жырақ жатқан мекен еді. Халқының саны да көп емес болатын, шамамен 55-60 шақты үй ғана. Әкімшілік, алғашқы медициналық көмек көрсету орталығы, клуб, спорт зал, кішігірім дүкен сияқты мекемелер бар. Бірақ мектеп жоқ болатын. Ауылымыздың басты кемшілігі де осы болатын. Мен мектепке барардан 5 жыл бұрын ауылда сұмдық бір жағдай болыпты. Ауыл әкімінің «малымды ұрладың» деп барып, әлек салған бір есер соғы кек алмақ болып, мектеп айналасына 30 литр бензинді төгіп кетеді. Кешкісін ауыл жастары мектептің қасында жын ойнақ өткізіп, біреуі сөнбеген темекісін жерге тастай салыптымыз. Содан бір ауылдың баласын оқытып отырған мектептің бір-ақ күнде күлі көкке ұшады. Ауылымыз сол кезде қандай бағалы байлығынан айырылғанын түсініп, еңсесін сонда көтерген болу керек. Қарғыс бір жұққан жерінен өмір бақи кетпейді деседі ғой. Ауыл еркектер қанша рет бас көтеріп, ауылға мектеп салмақ болса да, бұл істерінен ештеңе өнбепті. Әкемнің айтуынша сол кездегі әкім жүрген жеріне шөп шықпайтын біреу болыпты. Қазірге дейін біздің осылай қиналып жүргенімізге кінәлі бір адам болса, ол Нұржұман әкім дейді әкем. Міне, қазір өлместің күнін көріп жүрміз. Күн сайын таң сәріден тұрып, 4-5 шақырым жер жүріп мектепке барып, кешкілік қараңғымен дәл сондай жерді жаяу жүріп қайтуды көз алдыңызға елестетіңізші. Ауылдағы мектепке баруға қабілетті 82 баланың 15-16-сы ғана мектепке барады. Себебі қалғанның бұған шамасы келмейді. Мектепке баратын балалардың ата-аналары талай рет әкімшілікке барып, тым құрғанда 16 баланы күнделікті мектепке апарып, алып қайтып тұратын көлік беруін талап еткен. Бірақ көлік ауыл ішіндегі жұмыстарға қажет деп әкімшілік әрқашан әке-шешеміздің бетін қайтарып тастайтын. Бір айда бір рет ғайыптан тайып, әкімшіліктен көлік беріліп жатса, бұл біз үшін тойлауға тұрарлық мерекет.
Бірақ осыншама қиыншылықтың бәрі біздің оқуға деген ынтамызды, жастықтың жалынымен бойымызда тұнып тұрған күш қайратты кеміте алмайтын. Өйткені әсіресе інім екеуміз әлім білімге құштар балалар едік. Айдалада ақ отау. Ауылдың өзге балалары от жағып су тасып, кейбірі таңның атысынан күн батысына дейін Қарақұмға ойнап жүргенде інім екеуміз үйде отырып, қазақ ертегілері, Алпамыс батыр жырларын, айтысты, Ғабит Мүсіреповтің Ұлпанын, Абай шығармаларын, Сайын Мұратбековтің Жабайы алмасын оқып шықтық. Бұл көрші ауылдағы үлкен кітапханадан соңғы алған кітаптарымыз. Кітапханашы Майра апай, анамның көзін көрген дос құрбысы, шешеміздің өтінішін жерге тастамай, інім екеуміздің таңдаған кітаптарымызды ауылға алып кетуге рұқсатын беретін. Әйтпесе мінезі қатаңдау кісі еді, мектептегілері ешқашан оның мейірлене сөйлеп, не болмаса күліп сүреген көрмеппіз. Бір күні мектепте алтын қақпа деген ойын өтті. Інім екеуміз оңдайдан қалушы едік. Інім кіші топта, мен үлкен топта ойнадық. Ойын өте қызықты да тартысты өтті. Себебі тапсырмалары сондай қиын әрі ойланарлық еді. Бірақ мен ойын көрсеткен топ қарсыластарымыздан жеңіліп қалдық. Ал інім ойнаған топ інімнің жұмбақтарды жақсы шешіп белсенділік танытуымен алға шықты. Бұл ауылда Жақан деген бұзақы бартын. Ініме қарсы топта ойнағандар сол Жақанның жақтастары көрінеді. Бұрындарда байқайтынмын. Солар ініме көз алартып жүргендей көрінетін. Інім маған кейін айтты, осы ойынның алдында солар ініме біздің топта ойна, бізге жақ бол деп қолқалапты. Бірақ інім өз тобымдағыларға уәде беріп қойдым деп бармай қойыпты. Бізге жақ болсаң, сені өз қатарымызға қосамыз деген ғой әлгілер. Інімнің осындайда намыс қойлығы ұстап қалып, сендердің ауылдың итіне дейін танып, қашып жүретін бұзақы топтарын керек еді маған деп салыпты. Ондайлар мұндай сөзді жай қалдырушы ма еді? Сол кезде үндемей қалғанымен жабулы қазан жабулы күйінде қалған жоқ. Ойын біткен соң балалардың барлығы далаға шығып қара атысып ойнамақ болды. Бұл інім екеуміздің боранда адасып кетуімізден кейінгі келесі қыс еді. Әлгілер інімді ымдап шақырып алыпты. Ал ол маған жолдастармен бірге ойнап қайтам деп кеткен. Ойын қызды соңына жете бергенде інімді таппай қалдым. Сыныптастарынан сұрастырып едім, еш қайсысы көрмепті. Қобалжи бастадым. Мектептің айналасынан інімізді іздестіріп, қайда кеткенін білмей тұрсам да, осының барлығы Жақанның істеп жүрген екен ішім сезді. Мектеп ауылға кіреберісте орналасқан, сондықтан әрі қарай барудың қажеті шамалы еді. Ауылға кіріп, үйлердің арасынан іздеуім керек болды. Алма да қасымда, екеуміз інімнің атын атап шақыра бастадық. Бір кезде Жақанның жақтасы, едіге деген қорқаудың қорасы жағынан шыққан дауыстарды естідік. Менің бірден жүгіріп баруға жүрегім дауаламады. Бірақ Алма оныма қарамай қолымнан сүйрей жөнелді. Әрине, бұл сөзсіз төбелесіп жатқан інім мен Жақанның дауыстары еді. Менің көз алдыма мынандай көрініс келді. Қазір қораға кіргенде інімді тепкілеп жатқан Жақанды көрем. Сосын не істеймін? Қайтсем де батылданып, інімді құтқаруым керек деген шешімге келдім. Қыс кезінде төбесін қар басып, көктемде су сорғалап, анандайдан өтіп бара жатқанда мұрныңды жарар жағымсыз иіс шығып тұратын қора мен үшін төбелес алаңы сияқтанды. Бұл жерде қанша бала жәбір шекпеді. Жақан ит бір шүйліккен адамын қан қақсатпай қоймайды. Бала түгіл еңкейген қарияға дейін бұл жүрген жерді айналып өтетін. Мінеки, менің көптен қауіптеніп жүрген қорқынышым бүгінде сай сүйегімді сырқыратып барады. Кезек менің ініме келген ғой. Жоқ, қораға басымды сұғып кіріп келген сәтімді 80 жасқа келгенде немерелерім мен шөберелеріме де мақтанышпен айтып берем деп ойлап үлгердім осы сәтте. Жақанның өзін қосқанда 4 адам ініме жабылып жүр екен, бірақ інім ерлікпен шайқасып жатты. Шөуін 3 бұрышқа жайратып салыпты да, ал Жақан осының бәріне көз алара қарап тұр екен. Бұрындары інім төбелес дегеннің маңайына жуымайтын да. Екеуміз әрдайым бірге жүретінбіз, ал мен ауылдың Жақаннан да мықтыларымен дос едім. Сондықтан біз мұндай бәледен аулақ болатынбыз. Осы жайды есептемегенде әрине. Інімнің жаттығуға барайыншы деп қыр соңымнан қалмай жүргеніне біраз болған. Жалпы інімнің күреске, спортқа бейім екенін мен түгілі Мейіржан да байқаған екен. Ал мен інімнің жаттығуға барғанын неге екенін қайдам қаламаған едім. Інім мені көндіргісі келіп, айналшықтап жүрсе де рұқсатымды бермей қойған болатынмын. Інім екеуміз бір-бірімізге адал едік. Сондықтан інім менің айтқанымнан асып кете алмайтын. Бірақ бұл жолы менен жасырынып, Мейіржанмен бірге жаттығуға барып жүріпті. Бүгін кәдеге асып жатқаны сол ағасынан үйренген екен.
Осы оқиғадан соң ауыл тұрмақ ауданның небір мықты сымақтары біздің маңымызға да жуымайтын болды. Ал інім екеуміз сол баяғы қым-қуыт тіршіліктің қызу ортасында күліп ойнап жүре бердік. Екі өмірдің ортасы. Күз мезгілі болатын. Кеше анасын көндіріп, Алманы біздің үйде қонуға алып кеткем. Екеуміз түні бойы неше түрлі әңгіме айттық. Таңертең ол ұйқысын қимай әрең тұрды. Мектебі бар ауылда тұратындықтан ұйқысын қандап үйренген ғой. Әзер дегенде оятып алдым. Інімді анам бүгін мектепке жібермейтін болды. Кеше іші ауырып, ыстығы көтеріле берген соң оны өзімен алып қалды. Күн желкем аздап салқын әрі тұманды екен. Мен дәретханаға барып келейінші деді Алма. Жоқ Алма, онсыз да сені оятам деп біраз уақытымызды жоғалтып алдық. Мектепке барған соң барарсың дәретханаға тездет дедім оны асықтырып. Алма үндемеді, жарайды дегенде кейіп танытты. Екеуміз жүріп кеттік. 1 сағат бойы тоқтамай жүрдік. Біраз әңгіменің де басын қайырып тастадық. Бір кезде Алма жымиып күле бастады. Маған қарайтты күлет, қарайтты күлет. Алма, не болды? Есіңе бірдеңе түсіп кетті ме? Сонша күлдің ғой. Алма күлкісін жия алар емес. Бірдеңе дегісі келгендей болады да қайтадан күле бастайды. Оның мұнысын түсінбесем де, мен де күле бастадым. Не болды Алма, не болды? дей берем, бірақ өзім де күліп жатырмын. Бір кезде жол айрыққа келіп тоқтадық. Сол жақ жолмен жүрсек, межемізге жарты сағат кеш жетеміз. Ал оң жақ жолмен тез жеткенімізбен ол жерде терең ор шұңқырлар көп. Ауданның бір ақсаусақ байы қазып тастаған десе жұрт қайдам. Әйтеуір, әкем бізді қауіпсіз жолмен жүру үшін жарты сағат ерте оятатын, бірақ бүгін біраз кешіктік. Алма да күлкісін тыйдау әйтеуір. Не болды саған, айтсаңшы? Ол тағы да күлкісі келгендей бір жымиып, мен түзге отырып алмасам болмайтын шығар деді. Екеуміз тағы күлдік. Жарайды, енді бұл жерде болмайды ғой, оның үстіне біраз кешіктік. Бүгін төте жолмен ақ бара берейік. Жолдың жиегімен жүрсек қауіпсіз әрі тез жетеміз. Сонымен оң жақ жолға бұрылдық. Алма, жарайды, мені күт деп әрегірекке бет алған. Содан ұшты күйлі. Ту, Алма, қайда кеттің? Неге сонша кешіктің, сабаққа үлгермей қаламыз ау деймін де, Алманы дегбірсіздене күтіп тұрып. 15 минуттан асып барады. Қайда кетіп қалды екен? Оның үстіне тұман, жүре берейін десем, бір-бірімізді таба алмай адасып қалуымыз мүмкін. Жарайды, күте тұрайын. Жоқ, 5 минуттан да асып кетті. Алма, Алма, қайдасың? Мен бірнеше рет дауысын атап шақырдым, дыбыс бермейді. Әлде менімен ойнағысы келіп жүрме? Жоқ, әлде мүмкін тұманнан адасып, басқа жаққа кетіп қалды ма? Өз-өзіммен күбірлеп сөйлей бердім. Төзімім таусылды. Алманы іздеуім керек. Расында адасып кеткен болу керек. Қолымда әкемнің берген шырағы бартын. Соны қосып Алма деп айғайладым. Алманың кеткен жағына қарай адымдадым. Алманың үстінде сары күртешесі бар еді, соның түсімен тауып аламау деген үмітпен ілгері жүре бердім. Бойымды үрей билей бастады. Әлде ол әлгі шұңқырлардың біріне түсіп кетті ме екен? Жүрегім аузыма тығылды. Барлық жерді қарадым ғой, Алма жоқ. Орға түсіп кетпесе басқа қайда енді? 4 шұңқыр бар, 4-еуі де терең, нағыз шыңырау дерсің. Мен енді Алманы қалай табам? Енді анасына не деймін? Қоярда қоймай алып кеткенде өзім едім ғой. Бәрінен бұрын енді менің құрбым жоқ. Алма өлді. Мен бақырып жылай бастадым. Әлде болса адасып кеткен шығар деген үмітім бар. Алма, Алма! Әп-сәтте бар өмірім көз алдымнан сырғып өте шықты. Сай сүйегім сырқырап, не істерімді білмей қалдым. Жан-жаққа жүгіріп жүріп, Алма деп есімін қайталай берем. Күдерім үзілді. Алманы іздегеніме жарты сағат болса да таба алмадым. Өз-өзімді сөге бердім. Үміт соңғы өледі деген ғой. Әлі де болса Алма деп айғайлап жүрмін. Өзегім өртеніп барады. Бұдан былайғы өмірімді елестете алар емеспін. Өз-өзімді ұстай алмай қалтырап дірілдей бастадым. Жаным кеудемнен шығып кеткендей болды. Әрі тұман, күздің қара суығы көңіл күйді бұзатын нағыз сүреңсіз кезең еді. Көкірегім қарс айырылып барады. Бір жалын өзегімді өртейді. Қорыққанымнан маңдайымнан суық тер бұрқ етті. Жан-жағыма алақтай бар назарымда сала айналаны жіті барласам да Алма жоқ. Жан-жағыма қарағыштап шегініп келем. Өзім солтүстік жаққа қарай шегіншектеп, бірақ оңтүстікті қарап келем. Анам маған әлі күзгі аяқ киім алып бермеген еді. Ауданға қатынайтын көлік таба алмай біраз әурелегені жадымда. Содан былтыр күзде киген резеңке бәтеңкеммен келе жатқан едім. Күн райы бір аптадан бері нашар, сіркіреп жауын да жауады. Күзгі ақ жауынның суы біздің жақтың қара топырағын тобықтан асар, мей батпақ лайсанға айналдырған еді.
Аяулы резеңке бәтеңкемнің асты тайғақ болатын. Кенет менің соңғы айтқан сөздерім жоқ пен алма болды. Бәтеңкем тайып кетіп әлгі түпсіз шыңыраулардың біріне құлап барам. Алма, кешірші, сен де осы шыңыраулардың бірінде мекенсің. Күт мені, мен де осындам. Қош бол өмірім. Бір кезде шыңырауға үңіліп қарап тұрған алманың өзіңе де сол керек саған деген кекті үні құлағыма жетті. Бұл не болған? Алма, түсімнен шошып ояндым. Иә, бұл түс болатын. Сенің өзіңе де сол керек деп ұрсып отырған анам екен. Әнім көрші мол жігіттің баласымен төбелескен бе, содан бұдан әлде қайда ересек әлгі есерсоқ жігіт сымақ мұрнын қанатып жіберіпті. Ай, Ероха, біттің ғой сен. Таяқ жейсің-ау енді менен деп ойлап жатырмын. Әйтсе де бар ойым көрген түсімде еді. Осыған ұқсас түстер көріп жүргеніме бірнеше күн болды. Абыржи бастадым. Бүгінгі түсім ең сорақысы еді. Түпсіз тұңғиыққа құлап бара жатқанымды қалай түсінсем екен. Түс жоритын қабілетім жоқ, бірақ алда бір сұмдықтың мені күтіп тұрғанын түсінікті. Тезірек жиналып, көрші ауылға барып келмесем болмас. Жалған дүние. Алманың ауылына кіріп келім. Бар ойым алмадан осы қорқынышты түстерінің мәнісін сұрау. Ауылға кіреберістегі мектепке біреулер айғайлап шыңғырып жатқандай көрінді. Ештеңе мән бермей алманың үйіне қарай бет алдым. Сыртқы есіктен кіріп келе жатсам, алма мен анасы бері қарай жүгіріп шығып келеді екен. Түрлері үрейлі, асып-сасып, абдырап тұр. Алма, Самал деп дауыстатты, мені құшақтай алды. Анасы да жылап тұр. Тәте, не болды? Ауылға жақында ғана жас жігіт пен қыз көшіп келген еді ғой. Дариға деген қыз, сендердің мектепте мұғалім. Иә, не болды оған? Мені әрқашан шыдамсыздық жеңуші еді. Сол қыздың күйеуіне қасқыр. Шолпан тәте өкіріп жылап жіберді. Мама, қойш, жыламашы деп алма оны жұбатып әлек. Не болса да мектеп жақта естілген дауыстарға осының бір қатысы барын ішім сезді. Алма қасыма келді де діріл қаққан қолымен иығымды демеп. Дариға апайдың күйеуін қасқыр талап кетіпті деді сөзін әзір аяқтап. Менің бойымды үрей биледі, қандай аянышты. Көрген түсімді ұмытып та кеттім. Түс жори алмайтыным қандай өкінішті. Бәріміз мектеп жаққа бет алдық. Күз болса да ауылдың бейнесі қысты еске түсіреді. Айнала әппақ қарға оранған күн сараяс. Қасқыр елге шапты деген әңгімелерді естейтін кездер еді. Біздің жақта қасқыр көп болатын. Жақында ғана осы ауылда Марқымбай қарттың 3 қойын қасқыр жеп кетіп еді, енді міне қанға тоймайтын жалмауыз адамға да шапты ғой. Ауыл шетіндегі өзеннің мұзын ойып, балық аулайым деп кеткен жігітті кешкісін бүкіл ауыл дүрлігіп таба алмай қалады. Ауданнан көмекші топ шақыртып жан-жақтан іздестіріпті. 4,5 сағаттан кейін өзеннің арғы бетінен қансырап жатқан жігіттің денесі табылады. Бұл сөзсіз сол еді. Дариға апайдың жұбайы және оны қасқыр талағанын да айдан анық. Көмекке келетін тірі жан болмаған соң жалғыз өзі хайуанмен аша шайқасқан болу керек. Денесінде бір сау жер жоқ деседі. Өрімдей жас еді ғой, жарықтық. Көзінен нұры таймаған әп-әдемі жігіт еді, бірақ күнде жоқ болды. Бәрінен бұрын Дариға мұғалиманың жағдайы тым мүшкіл. Мектепке жетісімен бейшара артында қалған 5 жасар баласының халі не болар екен енді деген сөздерді анық естідік. Мұндай қаралы хабарды оған қайсымыз жеткіземіз деп тағы біраз дүрлігіпті ауылдағылар. Әзер дегенде арасынан бір батылсымағы шығыпты ғой. Маратбай ЖКО ауылдастар оны солай атайтын. Қайғылы хабарды ести сала бейшара әйел өзін-өзі ұстай алмай жылапты. Бүкіл мектеп болып оған басу айтуда. Осы оқиғадан соң 2 ай уақыт өтті. Әйгілі қасқыр оқиғасы бүкіл елге тарады. Бәрінің аузында сол. Ауылдағылардың бәрі енді сақтанып жүретін болды. Бұрынғы әрі-бері жүрістер сап тыйылды. Бүгін сабағым кеш аяқталады. Мектепте тез адымдап келе жатқам. Маған тағы да түс көріп жатырмын ба деген ой келді. Менің көзім нашар көретін боп жүрме, әлде менің есімім ауысты ма екен? 5 жасар Мейрам ауылдың ең шетіне орналасқан мектептің дәл алдында тұр. Мектептің арғы бетіндегі қоршау құлап қалған, ал оның арғы жағы жазық енді ала еді. Жақында ғана өмірлік серігінен айырылған Дариға апайдың баласы мектептің дәл алдында тұр. Мен мектептің оңтүстік тұсынан келе жатырмын, ал мектепке қарама-қарсы жерде. Бәлкім осы баланы әкесінен айырған да осы хайуан бекен. Мейрамға тісін қайрап, қазір өзінің дәмді ас жейтініне қуанып, азулы арлан тұр. Бұл жыртқыштың қанды азуынан неше тірі жанның өлім құшқанын кім білсін? Ой құдайым, мына баланың өмірі қыл үстінде тұрғанда мен не істеп тұрмын деген ой сап етті кенеттен. Қазір бір хайуан мен 2 адамның шайқасы басталады.
Көктөбет мейрамға қарай асықпай адымдап келе жатты. Ал мен «Хай!» деп айғайлап, сөмкемді лақтыра салдым да мейрамға қарай ұмтылдым. Сондағы 30 секундта құрған жоспарым мейрамды көтеріп алып мектепке кіріп кетіп еді. Егер мектепке кіріп кетсем, қауіпсіз жерге өткенім деп ойладым. Әрі мейрамды да құтқарам. Барлығының қалай болған өзім де түсінбей қалдым. Оянғанда аудандағы ауруханада жатқанымды білем. Бұл жердің аурухана екенін әкем аяғын сындырып алып, осы жерде емделгеннен бері білетінмін. Кейін халімді біле келгендерден сұрастырсам, әркімнің нұсқасы әртүрлі болып шықты. Бірақ өзіме ұнағаны мына нұсқа. Қасқырдың балаға қарай жақындап келе жатқанын көрген соң, жан ұшыра жеткен мен мейрамды құлатып, өзім үстіне жатып алыппын. Ол байғұс менің астымда езіліп қалыпты. Осының барлығын терезеден көріп, өз көздеріне өздері сенбегендер бұл қылығымды ерлікке теңепті. Менің арқамда мейрамның еш жері жарақаттанбапты. Қасқыр мені үш жерімнен тістепті. Оң жақ шынтағымның төменгі жағы, оң жақ жамбасым мен жауырын үсті. Бірақ жараларымды онша ауырсынбайым. Абырой болғанда үстімдегі киімім қалың болған соң аса ауыр жарақаттанбасам керек. Осыдан соң бүкіл ауданға тараған әңгіме менің ерлігім болды. Ауданымыздың құтқарушысындай сезіндім өзімді. Қай жерге барсам да мақтау сөздер, жағымды тілектер естеймін. Батамен ел көгерер деп Ермек ағайымыз да күнде айтып отырушы еді. Алланың нұры жаусын айналайын, не деген батыр қыз деп бәрі мені мадақтады. Бәрінен бұрын Дариға апайдың айтқан сөздерін айтсаңшы. Сені жаратқан анаңнан айналдым, сені бере салған Құдайдан мың айналдым. Сен болмасаң мен қазір тірі өлік болар едім. Кішкентай құлыншағымды өз әкесінің өліміне себепкер болған Арланның аузына бермедің. Саған не айтсам да аз, жарығым. Алланың нұры жаусын саған, енді жатсам да тұрсам да өзіңнің тілеуіңді тілерім деген жүрек жарды алғысын апыстық омырауына қысып құшақтап егіліп тұрып айтты. Менің де көзіме жас үйірлене беретін болыпты. Тым сезімтал болып бара жатқан сияқтымын ба қалай? Той. Бүгін бір ерекше күн. Ауыл болып осы күнді асыға күтетінбіз. Қазақтың жаңа жылы Наурыз мейрамы. Ауыл халқы өте қонақжай, еңбекқор әрі ұйымшыл еді. Әкім ағамыз дәл осы той үшін арнайы қаражат та бөліп, тойдың тыныш өтуін Бекежан аға қадағалайтын. Мектебі бар ауылмен арамыз 4-5 шақырым ғана жақын болғандықтан, екі ауыл мерекені бірге тойлайтын. Осы жылғы той көрші ауылда өтетін болды. Осы өңірде туып өскен соң ауыл тұрмақ ауданның итіне дейін білуші едік. Бүгін көрші ауылдағы әкімшіліктің кең залында концерт өткізіліп, ас беріліп, тойдың келесі бөлімі ат жарыспен далада жалғасады деп жоспарланды. Ең әуелгі концертте ауданның барша ағайлары мен сығайлары жиналды. Қандай мерекенің де сәнін келтіретін мына біздер, оқушылар, екенімізге ешкім қарсылық келе алмас. Шарықтатып әнде салдық, мың бұралып биде биледік. Әзілден де құралақан қалғанымыз жоқ. Жоғарғы сынып оқушыларының қойған әзілдеріне әкімдер де, ауданнан келген қонақтар да шексілелері қатқанша күлді. Әу демейтін қазақ жоқ деп кейде менің де әуелетіп, әгугайлап ән салатыным бартын. Аса артық қабілетім де жоқ, бірақ осындай айтулы мереке сайын бәр менің дауысымды естуге құмарақ еді. Бұл мені біршама ұялтса да, ән сал дегенге өзімде кетер емес едім. Наурыз тойы әнін орындадым. Отырғандар орындарынан тұрып, шапалақ жаудырып, мәз болысып қалды. 5 минуттық ән үшін бегім ағайыммен жартай дайындалған едім. Бірінші бөлімде аяқталды. Мерекенің келесі бөлімінде ат жарыстар, қыз қуу, көкпар сияқты бүгінде ұмытылып бара жатқан салт дәстүріміз қайта жаңғырушы еді. Мен үшін Наурыз мерекесі жер әлемді дүрліктіретіндей көрінетін. Жасы кіші болса да, інімді көкпар ойыншыларының қатарына алды. Күннің аздап салқын болғанына қарамастан, тойға қатысуға әркім-ақ құштар еді. Көкпардан соң ауыл тұрғындары мен қонақтар үшін интеллектуалды ойын өткізілді. Ауыл іші мәре-сәре. Ағайлар мен апайлар қойылған логикалық сұрақтарға жауап беріп, жауабын таба алмағандар қыран-топан күлкіге батты. Сұрақтар әртүрледі, соның ең қызығы мынау болды. Қайыржан ағайға өзенде қандай тас болмайды деген сұрақ келді. Бәріміз жауаптың құрғақ тас екенін біліп тұрмыз. Отырғандар тіпті оған сыбырлап та жатыр, ал Қайыржан аға болса жауап жоқ дегеннен басқаны айтпады. Жанат апай, Қайыржан аға, өкінішке қарай жауапты таба алмадыңыз. Жауабы құрғақ тас болатын дегенде, құрғақ тас екенін білем ғой, құрғақтан басқа қандай тас болмайды дегенді сұрап тұрма десем деп салды. Отырғандардың күлкіден көздеріне жас та парлап кетті. Бұдан да басқа талай қызық болды. Осындай
Жиындардың маған ең ұнайтыны бір-біріне өкпе назы барлар бірін-бірі кешіріп, ескі дерттерден айығып, жаңаша көзқараспен өмірдің жаңа бастамалары ашылатын еді. Адамдардың тағы да бір рет бір-бірлері үшін қаншалықты маңызды екеніне, анасы баласын, немере әжесі мен атасын, ұстаздар оқушыларын қаншалықты жақсы көретіндеріне көздері жететін. Тойдың 2 бөлімінде аяқталған соң барлығы бірін-бірі қонаққа шақырып, бар дәмін дастарханына қойып, ауыл іші мәре-сәре күй кешті. Бірақ біз үйге қайтпақ болдық. Менің үйге кеткім келмеді. Алма мені анамнан бір күн ауылда қалуға сұрап алды. Алманың үй іші қонаққа кеткен еді, содан ел не демейді, ешкім не жемейді, Алманың ойына не келмейді демекші, Алма бастаңғы жасамақ болды. Барлық ауыл жастары мәдениет үйінің қасында жиналып, одан соң Алманың үйіне барып, кейін ауыл ішінде қыдырдық. Дәл осы күн менің алғашқы балалық сезімімнің оты тұтанған кез болды. Бұл ұғымды біз үлкен бір мұхитқа теңеп қойғанбыз. Ғашық болу деген сөзді аузымызға алуға қорқатынбыз. Өз тілімізде жақсы көру, ұнату деп қана қоятынбыз. Бұл ауылда мақтанғаным емес, мені ұнатып жүрген талай жігіттің бар екен ішім сезетін. Олардың тіпті кім екенін де білетінмін. Себебі біз бір-біріміздің тілімізді айтпай түсінетін дәрежеге жеттік. Ешкім ауыл балаларының бірінсіз бірі өмір сүре алмайтындарынан жалтармайтын. Алғашқы сезімнің ұшқыны менің де жүрегіме ұялағанды. Сыртқа білдірмесем де көкейімде бір ұшқынның бары талай түндерді ұйқысыз өткеруіме себепші болған. Атанамның, әжем мен атамның тәрбиесін көріп өскен, басқаларға үлгі болып жүрген өнегелі қыз деп санайтын мені бәрі. Осының бәрі менің сезімімді білдіруге кедергі келтірді. Мені тек бір нәрсе мазалады, ұятым. Әйтпесе, менің жасыратыны жоқ, турашылдықты, нақтылықты жақсы көретін қасиетім бар еді. Алдымда тұрған адамның беті бар, жүзі бар демей, ойымды ашық жеткізе алатынмын. Бірақ махаббат мәселесінде мұндай мінезіме жол берсем, ұятқа қалғандай болар ем. Бәлкім осы кезде өз ойымнан да ұялып жүрсем керек. Махаббаттың достықтан жоғары, сыйластықтан төмен екенін қайдан білейін? Бұл 10-шы сынып оқып жүрген кезім болатын. Біршама есейіп қалған кезім ғой, мен де өзгелердей арқа сүйер досымның болғанын қалап ем. Я, оған үміткерді де сайлап қойып едім-ау, мені тұсаған анамның бір ауыз сөзі болды. Күләштің қызы аудандағы Бақытбектің ұлы мен әмпей-жәмпей екен. Ай Аллай, осы жастарға не жоқ? Өзім бір тәрбиелі тәртіпті қыз деп ойлаушым, жоқ, сондайдың қажетіне. Әлгі біздің Сәлима екеуінің клубтың алдында құшақтасып тұрған көріпті. Іштен шыққан шұбар жылан деген осы болса керек. Бейшара Күләшті бүкіл әйел өсектеп жүренді. Ертең күні ауылдағылармен жайлы осылай десе, әке шешем үшін масқара емес пе? Иә, өз ұятыма, атанама деген шексіз адалдық мектеп қабырғасында тұтанған. Алаулаған отты өз қолымен өшіруме итермеледі. Бірақ мен болашағымның зор екеніне сенетінмін. Бұл үшін еш өкінген емеспін. Баяғы өзімнің өмір қандай керемет деген ұраныммен тек алға қараушым. Мға деген сезім осылай сөнген болатын. Қоштасудың қиын-ай. Біздің ауылдың жалпы ауданымыздың өмірін көрген қалалықтар бізді 21 ғасырдың адамдары санатына жатқызбас еді. Әсіресе біздің ауылдың халі мүшкіл болатын. Әкімшілік пен алғашқы медициналық көмек көрсету орталығынан басқа үкіметтік орындар жоқ еді. Тіпті мектепте. Ауылымыздың бұрынғы әкімі біздің ауылға мектеп салдыру жолында құрбан болып кеткен еді, арманда кетті. Қазіргі әкіміміз де қалалық әкімшілікке талай хат жазып аянбай еңбектенуде, бірақ ешбір нәтиже жоқ. Мен таңғалам, сонда тәуелсіз Қазақстанның өзінде бір ауылдың жағдайын жақсарту соншалықты қиын ба? Теледидардан қарасаң, қазіргі шалғай жатқан ауылдар мен аудандардың барлығының жағдайы жақсы, бәрі керемет. Ал қайда сол керемет ахуал? Меніңше бұл Қазақстанның атына кір келтіреді, сондықтан жоғарыдағы ағалардың құлағына алтын сырға. Мектепке барудың өзі қиын болғандықтан, осы ойлар санамнан үнемі шықпай, алғи мазалай беретін. Мына қызықты қараңызшы, дәл біз мектеп бітіретін жылы ауылымызға мектеп салынатын болды ақырында. Мен бұған мүлде өкінбеймін. Әйтеуір мен көрмеген қызықты менен кейінгі ауылдастарым мен әні қарындастарым көрсе маған солда жетеді. Ең бастысы, енді інім 3 жыл ауылдағы мектепте оқитын болды. Құрылысты мен мектеп бітіретін жылы қыркүйекте бастады. 1 жыл ішінде құрылысы бітеді деп уәде беріп отыр. Бұл ауылымыз үшін үлкен қуаныш, тойлауға тұрарлық айтулы жаңалық еді. Мектеп бітіру кешім менің өмірімнің ең бір жарқын сәттерінің бірі болды.
Бастысы қасымда атанам, әнім және алма бар. Мектептегі концерттік бағдарламадан кейін Жаңабайдың үйінде барлық мектеп бітірушілер мен олардың туыстары үшін мерекелік дастархан жайылды. Оның себебі Жаңабайдың қызы да бізбен бірге мектеп бітіріп жатқан. Астан кейін анам мен әкем үйге қайтып кетті, ал біз 11 жыл бойы сыныптас емес бауыр болып кеткендер. Түні бойы би кешіне барып таңертең күннің шығуын тамашаладық. Сол кездегі сезімімізді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тіпті әлемдегі ең мықты жазушың да бұл сезімді сипаттап бере алмас еді. Мектеппен, достармен, ұстаздармен қоштасып, жаңа үлкен әлемге аяқ басамыз. Енді әрбіріміздің жолымыз әр жаққа айырылады. Бірақ бәрімізде бір күндері жолдарымыздың қайта түйісетініне сенген болатынбыз. Бұл шексіз бақыт еді. Қоштасу, кешінен кейін киім-кешегімізді, заттарымның барлығын жинап, ауылға қайтуға ыңғайландым. Бойымды белгісіз бір күй билеп тұрған еді, шаршаған сияқтым, бірақ бойым әлі сергек. Бар ойым алтын ұямыздан ұшқанымыз, достарым Батырхан, Ермек ағайлар, Шәрбану, Күлпан, Жанат апайларым, Алма, осы ойлар мені алысқа жетелей берді. Ендігі өмірімде бұл адамдарды жиі көрмеймін, бірақ тек солар үшін өмір сүретіндей күй кештім. Ойым сансаққа самғайды. Алдымда үлкен жол бар, мен сол жолдың негізгі кейіпкері болмақпын. Бұл айтқандарымның бәрі ойларым. Мен үнемі үздіксіз ой үстінде жүретін болып кеттім. Осылайша жолға дайындалып шыққалы жатқанымда жүрегім аузыма тығылды. Мектептің ұзын дәлізінен шығып, далаға беттеп келе жатқан түн тас қараңғы. Мектеп ауласында бірен саран балалар тұр. Солардың сөйлескен күбірлерінен басқа қитеткен дыбыс жоқ. Енді далаға шыға бергенімде алдымнан бір қара көрінді. Шошып кеттім. Уф, бұл Мейіржан екен. Менің ең жақын достарымның бірі еді ол да. Өте жақсы бала. Өзі жүрген ортасында сыйлы, еңбекқор, адамгершілігі жоғары. Қанша ер бала десең де, заттар өте ұқыпты еді. Үсті басты мұнтаздай, сөйлеген ісімен іс-әрекеті үйлесім таба білетін. Бастысы сабырлығын айтсаңшы, қандай жағдайға тап болса да аспай-саспай бір шешімін табатын. Өз күшіне сене білетін, себебі спортқа ебі бар еді. Ер балалар да, қыз балалар да үйіріліп жанынан шықпайтынбыз. Бірақ Мейіржан артық сөзге жоқ еді. Өзің сұрақ қоймасаң бір ауыз тіл қатып сөйлемейтін. Бірақ өз айтқанынан қайтпайтын, тым қайсар да қырсық еді. Сонысына қарамастан біз оны жақсы көретінбіз. Неге екенін қайдам, ол мені өзіне жақын тартатын. Сол үшін сыныбымыздың талай қыздары оны менен қызғанатын да. Бірақ мен үшін оның білімді кейіппен сөйлегені қызық еді. Математикадан бір нәрсені түсінбегенімде сұрай қойсам түсіндіріп беретін. Оның айтқан өте жеңіл қабылдайтын сонша тақырыпты бірден игеріп алатынмын. Міне осындай еді біздің Мейіржан. Міне, сол керемет Мейіржанның бүгін қарсы алдымда тұр. Мен жымиып күліп жібердім. Мейіржан, шошыттың ғой дедім еркелей сөйлеп. Мен сені шығарып салайын деді. Ол менің сөзімді елемегендей. Хх, дедім мен терең күрсініп. Мен көрші ауылдың қызымын, сен осы ауылдың серісінің баласысың, маған айтып тұрғаның мынау, дедім оны мазақтай сөйлеп. Серінің баласы деп оны мен ғана мазақтайтынмын. Әкесі Қайыржан аға ауылдың сыйлы азамат еді. Ән күйге жақын, домбыра шерткенді ұнататын. Сонысы үшін де осы ауылдастары Қайыржан Сері дейтін, ал мен Мейіржанды Серінің баласы деймін. Бірақ ол бұлай айтқанды жақтырмайтын. Қош сенді, қараңғы түсті, үйіңе қалай жетесің? Мен шығарып салам, деді кесе сөйлеп. Немене? Мені қызғалдағыңмен апарып тастайсың ба? Әрине, енді ауылыңа дейін жаяу бар демейтін шығарсың. Мейіржан екеуміз көңілді әңгіме дүкен құрдық. Дәл қасымда тұрса да мен оны сағына бастадым. Бәлкім бүгінгі күн соңғы көрісуіміз бекен. Бұдан кейін бір-бірімізді көрер ме екенбіз? Не де болса қатты қиналып тұрған едім. Мейіржан осыны сезіп қойған ау. Жүр, тезірек жолға шығайық деді. Жоқ, Мирош, керек емес, күнде барып жүрген жолым ғой, өзім-ақ жетем. Ол бұрылып қызғалдағына қарай жүре бастады. Тез бол деді. Ол өз айтқаны болмаса қоймайды деп едім ғой, міне сол мінезінен танбай тұр. Мен кілт тоқтап, сәл ойландым да қызғалдаққа қарай жүрдім. Жаяу жүргенде 3 сағат жүретін жол машинамен барғанда жартақ сағатқа жуық қана уақыт алатын. Бәлкім Мейіржан менімен көбірек әңгімелескісі келді мекен, машинаны ақырын жүргізіп отырды. Уақыт созғысы келген болу керек, мен мұны түсініп отырсам да, тезірек айтсаңшы дедім. Оның да сылтауы дайын екен, түнде тез жүргізбеймін, әкем ескерткен деді. Иә, әншейінде әкесінің айтқандарын орындай қоймайтын Мейіржаныңыз бүгінде әкесінің ақылды баласы бола қалыпты. Мен жымиып бір күлдім де терезе жаққа қарап кеттім. Содан 10 минуттай үнсіз отырдық. Оқуға Алматыға кетесің бе деді ол біраздан соң. Иә, тесттен жақсы өтсем Алматыға барам. Ол жақта ағаңның үйінде тұрасың ба? Жоқ, ол жақын туысымыз емес қой. Жатақханаға орналасатын шығарым. Өзің қайда баратын болдың? Мен оқуға бармауым да мүмкін. Қалай?
Әкем мен апамның қасында қалам. Мен оны қатты аяп тұрғандай қарап қалыппын. Неге олай қарайсың? Сенің жақсы оқу орнында оқитын мүмкіндігің бар еді. Әттең қалаға бара алмайтының өкінішті. Ағам да Қарағандағы оқуға кетті ғой. Ол 2 жылдан кейін бітіреді. Ол ауылға келсе барам ғой оқуға. Ал келмесе ше? Онда бармайым. Мен әкем мен апамды жалғыз қалдырмайым. Иә, дұрыс. Айтуын айтқанымен ішімнен Мейіржанның оқуға түсіп кеткен қалап ем. Неге олай дейді екен? Әке шешесі сондай кәрі адамдар емес қой. Мейіржанды қатты жақсы көретін сонша ол да Алматыға оқуға түссе, екеуміз бір қалада бірге қыдырсақ деп армандаушым. Жол бойы екеуміз болашақ туралы әңгімелестік. Қызық, неге осындай бақытты кезеңдерде уақыт тез өтіп кетеді екен? Жолда қысқарып қалғандай, ауылға тез жетіп қалдық. Менің көзіме еріксіз жас үйіріле берді. Терезеге қарап отырып үнсіз жылай бердім. Мен сезбеппін, Мейіржан да мұны біліп отыр екен. Енді жиі кездеспейтініміз өкінішті деді. Бұл кезде ол ауылға кіреберіске қызғалдағын қаңтарып қойған. Бірақ сен жылама, саған жылауға болмайды. Сен енді қалаға барасың, ол жақта басқаша өмір сүресің. Қай кезде де болмасын, ең әуелі ата-анаңды, соңынан еріп келе жатқан әніңді ойла. Солар үшін сен мықты болуың керек. Сабағыңды жақсы оқы. Менің достық тілегім осы деді. Мейіржан, мен сені ешқашан ұмытпайым дегеннен басқа аузыма сөз түспеді. Әй, неге жылайсың? Әлі алдымызда тест бар. 3 ай бойы осында боласың ғой. Қалаға қыркүйекте кетпейсің бе? Қазір кетіп бара жатқандай жылағаның не? Деді маған ұрсып тұрғандай. Бірақ оның дауысынан әлде бір жылылық, мені жұбатқысы келген қоңыр үн сезілді. Тағы да үнсіздік. Ақырында бірінші болып ол тіл қатты. Мен ауылға кірмей-ақ қояйын. Осы жерден өзің бара аласың ба? Әрине, сен жүре бер. Ол менімен бірге қызғалдақта түсті. Мен ақырын ғана сау бол дедім де басымды салбыратып ары қарай жүріп кеттім. Көзімнен ыстық жас парлап аға берді. Менің еркімнен тыс жыламайын десем де көз жасым бетімді жуа береді. Мен бұрылып артыма қарадым. Мейіржан әлі кетпепті, сол орнында тұр. Мен оған қолымды сермедім. Ол да сау бол дегенді ыммен көрсетті. Бір-біріміздің түрімізді қараңғыдан көріп тұрғанымыз жоқ, тек қарамыз шалынады. Алайда Мейіржан екеуміз бір-бірімізді сөзсіз ұғып, тыныс алуымыздан ақ түсінетін шынайы достар едік. Жаңа өмір. Неткен керемет. Бұл қалай емес, жұмақтың нақ өзі шығар. Алматыға екінші келгенімде тап алғаш рет көргендей таң қалдым. Алдағы 4 жыл өмірім осы әсем ғимараттар мен сәнді үйлердің арасында өтеріне сене алмайым. Бұрынғы өмірімнің бәрін ұмыттым. Қасымда әкем ғана. Оқуға түстім, енді мен студентпін. Алматы медициналық институтының студентімін. Автобустамыз. Әр таң сайын осындай автобуспен институтқа барам. Жатақханаға әкем орналастырды. 1 жылдық ақысын төлеп те қойды. Енді базарға барып киім-кешектер алдық. Әдетте мектепте киетін киімімді аудан орталығынан алатынмын. Ол жердегі базар мен бұл жақтағы киім дүкенін салыстыруға да келмейді екен ғой. Өзіме ұнағанымды алып, анам мен ініме де өз талғамыммен киімдер алып беріп, әкемнен беріп жібермек болдым. Әкем екеуміз қатты шаршадық. Енді әкем Марат ағаларының үйіне соғып, амандасып келейік деді. Марат ағаларды бала кезімде Алматыға келгенде бір көрдім. Одан кейін 3 жыл бұрын ауылға келген. Содан кейін көріп тұрғаным осы болатын. Денесі ірі келген, мінезі жайдары, қолы ашық адам еді. Әкемнің әкесінің кіші інісі болып келеді екен. Бізді бірнеше рет қана көрсе де іші бауырымызға кіріп бізді ерекше жақсы көретін. Әңгімесі де керемет қызық. Жеңешем де Марат ағамның айтқанынан шықпайтын жұмсақ мінезді кісі екен. Бізді жылы қарсы алды. Жамағайын туыстарымыз мүлде жоқ болғандықтан ба, кейде жабадан жалғыз қалғандай сезінеді екенсің. Жақынырақ араласып тұрмаймыз ба деп кейді Марат ағам. Иә, қалаға жай келіп бедіңіздер деп сұрады жеңгей. Қызымды оқуға түсірдім, енді орналастыруға келгенбіз деді әкем, дауысын мақтана көтеріп. Оқуға түскен екенсің ғой, керемет. Қай жаққа түстің? Мен әкеме қарадым. Әкем өзің жауап берсеңші дегендей ағама нұсқады. Алматы медициналық университет. Керемет қой, врач болам де. Құдай қаласа де аға деді. Әкем төмен қарай отырып. Дұрыс болған? Қай жаққа орналасасың? Общежитиесіне орналастырып ақшасын төлеп қойдым 1 жылының. Марат аға, енді саған бір бұйымтаймен келіп тұрмын. Тоқта айналайын. Бұйымтайының астарын түсініп отырым, общежитиеға орналастырдым дейсің. Көп көрісіп араласпасақ та, түп тамырымыз бір атадан ғой, екеуміз бауырымыз. Мен осындамын ғой, соған қарамай қызыңды общежитиеға орналастырғаның болмапты айналайын. Мұныңа ренжідім. Жоға, сізге салмақ сала алмайым. Әрі тұратын жері мектебіне де жақын. Ендігі бұйымтайым осы қызыма көз қиығыңды сала жүр демексің ғой. Аға, білесіз, өзіңізден басқа мұнда ешкімді де танымайым.
Қызымды да өзіңізге арқа сүйгендіктен алып келіп отырмын. Әйтеуір аман екен біліп отырсаңыз да болады. Жаңадан телефонды алып бердім. Біз жақта соның байланысы үзіліп кете береді. Көрші ауылға не ауданға бармаса хабарласа алмаймыз. Әйтеуір сізге сенем, қызымды өзіңізге аманаттасам ба деп отырмын. Міне осылай. Бопты, мұның ешбір қиындығы жоқ. Сенің қызың менің қызым айналайын. Өзі де келіп тұрсын, үй осы. Мен енді жұмыста болам. Мына жеңген үйде шай тамағыңды беріп жіберіп тұрады. Бір аптадан соң осы сенің қызыңнан бір жас үлкендігі бар кіші ұлым келеді. Ол да барып келіп тұрады ғой. Айналайын, мен тұрғанда қорықпа, деп ағам әкемді барынша тыныштандырып жатыр. Әкемнің көзінен жас шығып та үлгерген екен. Рахмет аға, Алла разы болсын, рахмет дей берді. Жеңешем дастарханға түрлі тағам қойып, әкем екеумізді бір марқайтып тастады. Қарнымыздың ашқанында білмеппіз-ау, әкем мен ағам оны-мұны әңгіме қып, біраз әңгімелесті. Мен жеңгеме ас үйде көмектестім. Өзің әп-әдемі қыз екенсің, тфә деп тамсана қарады. Мен ұялып қалдым. Жаным-ау, сол үйіміз осы жиірек келіп тұр. Біздің ұл сабағыңа да көмектесер. Әлгі мектептегі тесттеріңнен қанша алып едің? Тегін оқуға түсіпсің ғой. 108 бал алдым. Бір талай екен-ау. Әлгі біздің ұл да мектепте сабақты керемет оқып, алтын белгімен бітірді. Қазір университетте оқиды. Сен де сондай алдың ба? Иә, мен де алдым. Табанымды тоздырып 10 жыл мектепке жаяу барғанымнан жаман болғаным жоқ. Сабаққа құштар болдым, қай пәнді де сүйіп оқитынмын. Бір жамана оқулық кітап дейтін тапшы еді, бірақ мектепте үлкен кітапхана бартын. Ішінде деген кітаптың түр-түрі бар. 11 жылда сол кітаптың бәрін оқып шықтым-ау. Сол еңбектерімнің жемісі зор екенін енді түсініп жатырмын. Айтпақшы, ол ұлыңыздың аты кім? Мен Әйгерімнен басқа балаларыңызды танымайды екем. Иә, Әйгерім үлкенім. Одан кейін Айжан деген қызым бар. Содан кейінгі ұлым Алмас қой, сенің ағаң болады, айналайын. Мәссаған, мен білмейтін аға апаларым көп екен ғой, дедім мен өкіне сөйлеп. Иә, енді білетін боласың, айналайын. Әйгерім қазір осында, басқа пәтері бар, жұмысыма жақын деп алған. Айжан Талдықорғанда оқып жатыр. Ол биыл соңғы курста оқиды. Алмасым міне 2-ші курсқа көшіп жатыр. Жақсы екен. Иә, сенің інің бар еді ғой, ол қалай? Жақсы, 9-ға көшті ол. Ой, ол да үлкен жігіт болып қалған ба? Енді біз қартаймағанда кім қартаяды, деп жеңгем әзілдеп қояды. Асқақ арман жеткен күн. Мен ауылда тұрғандықтан әрқашан қаланың өмірін армандайтынмын. Әйтпесе былайғы өмірімнің барлығы ауылда өтті. Қалада оқып білім алу менің асқақ арманым еді. Осы жайлы армандайтынымды бірде әкем айтқам. Маған әкемнің сөздері әрқашан күш беретін. Осы жолда солай болды. Қызым, орындалмайтын арман болмайды. Бастысы ниетің түзу болсын. Егер сол мақсатқа жететініңе сеніп, сол жолда аянбай тынымсыз еңбек етсең, қалада тұратын боласың. Білімді керемет азамат болып, абыройлы жұмыс істейтін боласың. Орысша, ағылшынша үйренесің. Қалада үлкен үйің болады. Сол жерде жұбайыңмен, балаларыңмен бірге бақытты өмір сүресің. Ал інің саған өз отбасымен басқа бір үлкен қаладан қонаққа келетін болады. Ол кезде шешең екеуміз кемпір мен шал боламыз. Әйтеуір бізді ұмытып кетпей, анда-санда келіп тұрарсыңдар, деп соңғы сөздерін әлде бір қуақылықпен күліп те қойған. Қалада керемет, білімді, үлкен деген сөздерді сондай бір зор әсермен қолын сермеп тұрып айтты. Егер әрбір адам өз арманына жете алатын болса, сіз неге өмір бойы ауылда тұрдыңыз? Қалада тұруды армандаған жоқсыз ба, деп мен де баланың сұрағын қойыппын. Әкем қарқылдап күліп жіберді. Әй қызым-ай, біздің кезімізде сендердікіндей мүмкіндік болды ма? Сабақ оқу, мектепке бару деген жайт бізде сирек кездесетін. Ол кезде біздің мектеп қандай еді? Қыста сабанмен от жағады, сол жерде тондарымызды құшақтап отырып бірдеңе оқығандай боламыз. Ал білімсіз адам қалада тұра алмайды. Біз ол кезде қаланың қандай болатынын да білмейміз. Және мен қалада тұруды шынымен армандаған жоқпын. Ауылда өмір бойы тұрып қалаға үйренісіп кету де оңай емес шығар. Әкемнің сөздері маған қанат бітірді. Сол сөздерді қазір күліп отырып еске алам. Қызық, әкем соның бәрін қайдан білді екен? Әке шешем кеше ғана ауылдан келді, қазір үйде демалып жатыр. Жаңа жылды бәріміз бірге қарсы алдық. Әрім де отбасымен осында келді. Үйде қазір тып-тыныш. Мен балалық шақтағы осы бір ерекше кездерімді қағазға түсіріп отырмын. Қалай болғанда да менің балалық шақтағы өмірім ініммен бірге бақытты өтті. Сол өткен күндерімді қазір үлкен сағынышпен еске алам.